Қайырлы күн, құрметті тіл үйренушілер. Бүгінгі жаңа сабағымызды бастаймыз. Бүгін сіздермен мен Алматы облыстық тіл оқу әдістемелік орталығы Қапшағай қалалық филиалының оқытушысы Гүлмира Әбілқасымқызы Дусанбаева. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы атақты тұлға. Грамматикалық тақырыбымыз қыстырма сөздер. Тұлға дегеніміз кім? Алдымен осы сұраққа жауап беріп көрейік. Тұлға дегеніміз жеке бір адамның өзіндік адамгершілік, әлеуметтік, психологиялық қырларын ашып, адамды саналы іс-әрекет иесі және қоғам мүшесі ретінде жан-жақты сипаттайтын ұғым. Бірінші тапсырмаға назар аударыңыздар, мына сұрақтарға жауап беріңіз. Елге танымал, атақты тұлғалардан кімді үлгі тұтасыз? Оның қандай қасиеті сізге ұнайды? Тамаша. Ал енді бүгінгі сабақтағы жаңа сөздермен таныс болыңыздар. Жаңа сөздерді менімен бірге оқып, қайталап отырыңыздар. Ақылды, арманшыл, еріншек, дарынды, жауапты, қарапайым, сұсты, табанды, талантты, талантсыз, шырайлы, жолы болғыш. Берілген жаңа сөздерді сөздік дәптерлеріңізге жазып, оны жаттап алуды ұмытпаңыздар. Екінші тапсырма, берілген суреттерге қараңыз. Сіз оларды танисыз ба? Аты жөнін жазыңыз. Тапсырманы орындап болған болсаңыздар, онда тексеріңіздер. Ахмет Байтұрсынұлы, Абай Құнанбайұлы, Бауыржан Момышұлы, Әлихан Бөкейханов, Дінмұхамед Қонаев. Тапсырманы дұрыс орындадыңыздар деп сенемін. Бүгінгі грамматикалық тақырыбымыз қыстырма сөздер. Қыстырма сөздер оқшау сөздердің түріне жатады. Қыстырма сөз сөйлеушінің ойға қатысты көзқарасын білдіретін сөз. Мысалы, менің ойымша сен дұрыс айттың. Ертең сірә жаңбыр жауатын болар. Бұл сөйлемдердегі менің ойымша және сірә сөздері сөйлеушінің ойға қатысты көзқарасын білдіріп тұр. Қыстырма сөздердің мағыналық түрлері сенуді, мақұлдауды, мойындауды білдіреді. Мысалы, сөз жоқ, бәсе, әрине. Қуанышты, ренішті білдіреді. Мысалы, бағымызға қарай, өкінішке орай. Шамамен ғана я сенер-сенбестіктен айтылғанын білдіреді. Мысалы, сірә, мүмкін. Ойдың кімнен, қайдан екенін көрсетеді. Мысалы, меніңше, сіздің пікіріңізше. Ой тәртібін білдіреді. Біріншіден, екіншіден. Бір ойдың алдыңғы жақта айтылған оймен байланысын қорыту ретінде айтылады. Мысалы, демек, олай болса, сонымен. Бүгінгі грамматикалық тақырыбымыз түсінікті болса, онда үшінші тапсырмаға назар аударыңыздар. Синоним болатын қыстырма сөздерді жұптастырыңыз.
Тапсырманы орындап болған болсаңыздар, онда тексеріңіздер. Меніңше, менің ойымша, әрине, әлбетте, шынында, расында, бәлкім, мүмкін, сірә, шамасы, мысалы, мәселен. Тапсырманы ойдағыдай орындадыңыздар деп сенемін. Ал енді оқылым мәтінін бірге оқиық. Билл Гейтстің басты 10 құпиясы. Бірінші құпия: керекті уақытта және керекті жерде болу. Microsoft жетістіктерін сирек кездесетін бақ деп санауға болмайды. Гейтс IBM-мен келіссөздер жасаудың маңызды екенін түсінді. Ол персоналды компьютердің тарихын өзгерте алатынын ұқты және 6 ай бойы жолы болғыш атану үшін тынбай еңбек етті. Екінші құпия: техникаға ғашық болу. Microsoft компаниясының негізгі басты жетістігі Гейтстің техникалық білімі еді. Ол осы салаға байланысты маңызды шешімдерді өзі қабылдады. Көп жағдайда ол бәсекелестеріне қарағанда технологияның даму бағытының болашағын көре білді. Сондықтан да оны дарынды басшы дейтін болар бәлкім. Үшінші құпия: тұтқындарды алмау. Гейтс өте қатал бәсекелес, үнемі тек жеңіске жетуді мақсат етеді. Оған дәлел, мысалы, келіссөздер жүргізу кезінде өте мейірімсіз болады екен. Төртінші құпия: жұмысқа тек ақылдыларды алу. Бастапқы кезден ақ Гейтс компания ең ақылдыларды, дарындыларды қызықтыру керек деген болатын. Бесінші құпия: үнемі дайындықта болу. Microsoft'та Гейтс тынымсыз, өз бетімен үйрететін машина жасап шығарды. Оның ойынша қателік жасауды болдырмайтын жалғыз осы жол. Алтыншы құпия: алғысты күтпеу. Гейтстей бай адам болғың келсе, көп еңбектену керек. Бұл жолда бәсекелестері осындай қарапайым нәрселерді ойламайды. Жетінші құпия: алдын ала болжай білу. Билл Гейтс бизнес көшбасшысының жаңа бейнесі. Көп жылдар бойы ол өзін компьютерлік индустриядағы болжағыш екенін дәлелдеп келеді. Сегізінші құпия: жан-жақты болу. Microsoft жетістіктерінің негізі көп көлемді жобаларды бір уақытта басқара білу қабілеті. Гейтсті жан-жақты адам деп атайды. Ол бір уақытта әртүрлі техникалық тақырыптарға бірнеше әңгіме жүргізе алады екен. Тоғызыншы құпия: байт өлшемі бойынша бизнес жасау. Microsoft салыстырмалы түрде үлкен компания емес. Басқарушы топқа қолайлы жағдай жасау үшін оны ұсақ компанияларға бөлінеді. Гейтстің ойынша, компания қарапайым құрылымды болса, оны толық бақылауда ұстау жеңіл болады. 10-шы құпия: доптан көзді алмау. Гейтс 20 жыл бойы биікте тұр. Осы уақыт аралығында әлемнің ең бай және атақты адамына айналды. Байлығы мен жетістігіне қарамастан Гейтс тоқтап қалған емес. Оның сөздері бойынша, ол үлкен істі өткізіп алғысы келмейді. Оқылым мәтінімен таныстық. Ал енді 4-ші тапсырма. Мәтіннен қыстырма сөздері бар сөйлемдерді теріп жазыңыз. Тапсырманы орындап болған болсаңыздар, онда тексеріңіздер. Сондықтан да оны дарынды басшы дейтін болар бәлкім. Оған дәлел, мысалы, келіссөздер жүргізу кезінде өте мейірімсіз болады екен.
Оның ойынша қателік жасауды болдырмайтын жалғыз осы жол. Гейтстің ойынша компания қарапайым құрылымды болса, оны толық бақылауда ұстау жеңіл болады. Оның сөздері бойынша ол үлкен істі өткізіп алғысы келмейді. 5-ші тапсырма. Билл Гейтстің бейнесін жасап көріңіз. Оны қандай адам деп есептейсіз? Тапсырманы орындап болған болсаңыздар, онда тексеріңіздер. Билл Гейтс әлемнің ең бай әрі атақты адамы, жолы болғыш, еңбекқор, бизнес көшбасшысының жаңа үлгісі, дарынды басшы. Ал енді сөйлесім тапсырмасы. Атақты тұлға болу үшін адам бойында қандай қасиеттер болуы керек? Өз ойыңызбен бөлісіңіз. Өте жақсы. Үй тапсырмасы. Өзіңіз үлгі тұтатын атақты тұлға жайлы мәтін құрап жазыңыз. Ал енді сабақты қорытындыласақ. Егер сіз лексикалық тақырыпты түсіндім десеңіз, сіздің еншіңізде 1 ұпай. Лексикалық тақырыпты қолдана аламын десеңіз, тағы 1 ұпай сіздің еншіңізде. Грамматикалық тақырыпты түсіндім десеңіз, 1 ұпай. Мәтінді түсіндім, кейіпкер бейнесін аша алдым десеңіз, тағы да 1 ұпай сіздің қоржыныңызда. Атақты тұлғалар жайлы айта аламын десеңіз, тағы 1 ұпай. Сізде қанша ұпай шықты? Егер сізде 5 ұпай болса, өте жақсы меңгердім деген сөз. 4 ұпай жақсы меңгердім, 3 ұпай меңгеріп келемін, 2 ұпай әлі де пысықтауым қажет, 1 ұпай маған көмек қажет дегенді білдіреді. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.